Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз жұмыртқа қармасы. Бұл тағамға қияр, ірімшік, жұмыртқа қосылады. Жұмыртқаны чалып, бір қасық ұн қосамыз. Қызып тұрған табамызға май жағып, қиярымызды дізіп, үстіне азырақ тұз себеміз. Дайындап алған жұмыртқамызды табаға тегістеп құямыз. Дайындап алған ірімшігімізді сеуіп, бір шеті азырақ қызара бастағанда аударамыз. Орап алғаннан кейін баяу отта табамызға қойып, әбден пісіріп аламыз. Мінеки ясымыз дайын болды. Каналымызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Құнды пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.